Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге фаршированный голубцы жасайтын боламыз. Яғни фаршталған бұрыштар. Өте дәмді және кешкі асқа 30 минутта дайын болатын тағам жасайтын боламыз. Бізге керегі тартылған ет, 2 бас пияз ұсақтап турап саламыз және жақсылап жуылған күрішті қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз, паприка саламыз. Осы керекті заттардың құрамын видеоның астында описаниеда қалдыратын боламын мөлшерлерін. Енді осы қосылған заттың барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Толықтай араласу керек күрішпен бірге. Және мен алдын ала бұрыштарды осылай ішін дәнінен алып тазалап, жуып қойып дайындап қойған болатынмын. Енді осы фаршымызды, тартылған етімізді, яғни осының ішіне толтырып салатын боламыз. Қатты нығыздамаймыз, жай ғана толтырып шығатын боламыз. Мінекей дайындап қойған барлық бұрыштарымыздың ішін осылай толтырып шығатын боламыз. Енді қызып тұрған қазанымызға сорпасын дайындайтын боламыз. Азғандай май құйып, осы пиязымызды жақсылап қуырып алуымыз керек. Жақсылап қуырылған пиязымыздың үстіне бір ас қасық томат пастасын салып, оны да жақсылап қуырып, және осының үстіне бір картобымызды турап салатын боламыз. Оны да 1 минуттай қуырып, осының үстіне суымызды құйып, қайнағанын күтетін боламыз. Және дәміне қарай тұзын салатын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеле кетіңіз. Мінекей қазанымыз қайнады. Енді осының үстіне жаңағы дайындап қойған бұрыштарымызды салатын боламыз. Және қақпағын жауып 30 минут пісіріп алатын боламыз орташа отта. Мінекей тағамымыз дайын, өте дәмді, әрі тез жасалынатын тағамдардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады осы мен жасаған рецептпен. Осы видео ұнаған болса лайк басып және тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.